Біздің бала күнімізде санамызға сіңіп қалған дауыс. Ата аяз болғанмен, жан жүрегінен жаз кетпеген Жетісудың дүлдүл жырысы Аяз Бетбаевтың төл өнерімізге қосқан үлесі орасан зор. Арамыздан жырақтағанына 2 жыл толыпты. Өзі мәңгілік мекеніне кеткенмен үзілмеген жыры қалды. Бүгін Аяз ағамызды есімізге бір салуға сонау Тараз төрінен Жұлдыз Ысқақ келіп отыр. Бүгінгі бағдарламамызға Аяз ағамыздың қандай термесін әкелдіңіз? 1974 жылы Қордай өңірінде Алатаудың ақиығы болған Кенен Әзірбаевтың торқалы тойын қарсаңында республикалық ақындар айтыс өтеді. Сол айтыстың беташар арнауын айту Аяз Бетбаевқа бұйырған екен. Сонда Айекең өзінің естелігінде айтқандай, Жамбыл мен Сүйінбай әруақтарына сыйынып, Жамбыл мен Сарыбастан алған бата ассалаумағалейкум Кенен ата деп басталатын Кененге арнауын орындап берейін. Аяз ағаны көз тірісінде көріп кездесіп пе едіңіз? Көз тірісінде Айекеңді көру бақты 2 рет бұйырыпты. Ол кісінің алдында болып, сабағын алып, кейін ол кісі дүниеден қайтқаннан кейін ол кісінің жаңағы жырларын, арнау мақамдарын кейін ұрпаққа аманат деп өзімізге міндет қылып алғаннан кейін Сауытбектің Сарықты Аяз ақын атты музыкалық этнографиялық жинағымыз жарық көрген болатын. Тамаша. Олай болса, өзіңізді сахна төріне шақырамыз. Алған бата ассалаумағалейкум Кенен ата. Арыны басылмаған албыртедім сөзімде кешіріңіз болса қата. Арнайы атарытып сонау шудан кеп тұрмыз тойыңыздың дәмін тата. Жидебай Сауытбектің жолын қудым, өнерге жүрген жаспын үміт арта. Қылышбай Жасыбай мен бармақ ақын ағытқан сөз нөсерін тасқындата. Мен едім Бетбайұлы Аяз атым, өнерге жастайымнан болдым жақын. Шамамның келгенінше жеткізейін жүректің сізге деген махаббатын. Үстінде тойыңыздың кезім келді, қасиетті алдыңыздан бата алатын. Ізетпен сізге сәлем беріп тұрмын, ұмытпай бабалардың дәстүр салтын. 90 жылдық мерекең құтты болсын, тойлаймыз тойыңызды барша халқың. Бізге де бір кезегі жетеді деп осында күтіп отыр өңшең ақын. Қолға алып домбырамды сөз бастайын, келтіріп тойыңыздың салтанатын. Ау әлемге атың мәлім Кенен деген, 90 жыл жолдас болдың өлеңменен. Атандың Алатаудың ақиығы, кезің жоқ бірде бір сәт төмендеген. 99-100 жасқа толса дағы пенде көп ел бетінде еленбеген. Еңбексіз елімізде ешбір адам осындай абыройға бөленбеген. Жүргенде көк шолақпен қойға айырып, ойлап пен мұндай құрмет көрем деген. Жамбылдың 125 жылдығында шығардың Жамбыл жырдай көлемдөлең. Алтынды тот баспайды дейді халық, тұлғаңа таңғаламын көнермеген. Қолыңа домбыра алып сайрағанда өлең жүр көмейіңе келе берген. Әлі де шарықтай бер Кенен ата, бойыңа туа біткен өнерменен. Ай өткіздің жалшалықпен жас шағыңды, тербеттің әнге бөлеп аспаныңды. Қордайдың шыңғыздары қайталады арқалы арындаған асқағыңды. Тастамай қайда барсаң домбыраңды, еліңе жырдан шашу шашқаныңды. Сайланып ревкомға Қордайдағы кеудесін дұшпаныңның басқаныңды. Үйіңді жанды бағып жатпас бедің, ойласаң жалғыз ғана басқа мұңды. Соңғысы сал серінің сізсіз ата, қолпаштап құрметтейміз басқа күнді.
Кейінгі ұрпақтарың біліп жүрер әнжарға үлкен үлес қосқаныңды. Үстінде тойыңыздың тілеймін мен, кенекем 100 жастан да асқаныңды. Бүгін жырдан шашу шашылған, нақыл сөзден маржан тізілген күн болды. Санаға сәуле құятын осындай жырлар эфирдан жиі беріліп тұру керек ау. Кешегі рухты бабаларымыз бен ұятты аналарымыз осы жыр толғау термелерден көп тәлім алған. Өнер халықтікі, бәріне ортақ. Біздің мақсат осы асылдарды жарқыратып, болашаққа аманаттау. Жетісудың жыр дүлдүлдеріне арналған хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде жүздескенше аман, сау болыңыздар, шаңырағымыздан ән үзілмесін.